Қазақстан тарихы пәні 24-ші топ. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның дүниежүзілік ұйымдар мен шет елдермен экономикалық қарым-қатынасы. Сабағымыздың мақсаты Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының қалыптасуы, ол әлемдік қауымдастықтың тең құқылы мүшесі болу үшін халықаралық беделді саяси және қаржы-экономикалық тұрақты байланыс орнатып, ел мүддесіне сай жұмыстар жүргізіп жатқанын көрсету. Критерий: басқа мемлекеттермен дипломатия, туризм, әлеуметтік мәдени қатынастарды дамыту Қазақстан үшін пайдалы болатынын біледі. Тиімді мысалдар келтіріп, дерек көздерін анықтап, тәуелсіз ақпарат жинап, мұғалім ұсынған тақырыпты зерттеу жұмысын жаза алады. Алдымызға қойған мақсат пен критерийларды ала отырып, келесі тапсырманы орындаймыз. Дәптерге жазу. Қазақстан әлемдегі 215 елдің 170-нен астамымен сауда-саттық қатынаста. Оның тәуелсіздігіне 180 ел мойындады. 130 елмен мәмілегерлік қатынас орнатты. Қазір Алматы мен Нұр-Сұлтанда 70-тен астам елдің елшіліктері жұмыс істеуде. Қазақстанның шетке шығаратын және шет елден әкелетін тауарлар. Сырттан келетін тауарлар негізгі үлесі Ресейге тиеді. Одан кейінгі орындар Өзбекстанға, Түркменстанға, Германияға, Түркияға, Англияға, Украина және ақш-қа тиесілді. Европа елдері арасында Германия 1993 жылы Қазақстан үшін 1 миллиард 150 миллион неміс маркасын несиесін ашты. 1997 жылдың ортасында екі ел арасында тауар айналымының көлемі 400 миллион американ долларын құрады. 1996 жылдың соңында Италияның Қазақстанға деген тікелей инвестициясының жалпы көлемі 83 миллион доллар болды. Ал сауда қатынасы 1997 жылдың бас кезінде 250 миллионға долларға жуық өсті. Қазақстанда бүгінде Францияның 20 біріккен мекемесі мен 30 компаниясы және фирмасы жұмыс істейді. Қазақстан мен Венгрия арасында 1993 жылдан бастап сауда қатынасы жүргізіліп келеді. Венгрияның экспорттық тауары дәрі-дәрмек, тамақ өнімі, темекі, арақ-шарап. Азия елдері арасында Қазақстанның Қытаймен қатынасы жан-жақты дамып отыр. 1996 жылы екі ел арасындағы сауда айналымы 500 миллионға жуық долларды құрады. Қазір республикада 40 Қытай компаниясы бар. Қазақстанның Корея республикасымен қатынасы жақсы дамып келеді. Бұған Кореяның Samsung компаниясының Қазақ мыс корпорациясын құрып, оның жұмысын жолға қоюы дәлел. Қазақстанның Жапониямен де қатынасы ұлғаюда. Екі елдің арасында тауар айналымы 1995 жылы 65 миллионға жуық долларды құраса, келесі жылы 160 миллион долларға өсті. Қазақстанның Үндістанмен байланысы жақсарып келеді. 1996 жылы Қазақстанға 40 миллион доллар тұратын тауарлар әкелінді. Қазақстан Парсы шығанағындағы елдермен де байланысын нығайтып келеді. 1992 жылы Оман Қазақстанға 100 миллион доллар несие берді. Ол мұнай-газ өндірісін дамытуға жұмсалды. Түркия Қазақстанның ең маңызды аймақтық серіктестігі. Онымен тек экономикалық қатынас емес, терең мәдени тарихи да жақындастыра түсуде. Қазақстанда Қазақ-Түрік университеті, Алматыда Сүлеймен Демирел атындағы университет ашылды. Ары қарата тапсырма орындасақ. Қазақстанның шетелдермен экономикалық байланысы тақырыбын төмендегі елдер бойынша ашып көрсетіңіздер. Мысалы, сіздерге астында елдерді жазып көрсеттім. Европа елдерімен қандай экономикалық қарым-қатынаста болды және қанша миллиард не болмаса миллион ақша бөлінді. Ары қарата Азия елдерімен қандай экономикалық қарым-қатынаста болды. Және осылай төмен қарата Үндістанмен де, Түркия республикасымен де, басқа елдермен де қарым-қатынастары экономикалық қалай болғанын көрсетіп атап берсеңіздер. Ары қарата бағалау парағына келетін болсақ, аты жөндеріңізді жазып,
сабақты толықтай түсінсеңіздер 5 бірінші смайликті қоясыздар өздеріңізге. Осы сабақтарыңыздан түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, өздеріңізге 4 қоясыздар. Ал егерде сабақты мүлдем түсінбедім десеңіздер, өздеріңізге мүлдем түсінген жоқпын, арғарата тағы да білімімді жоғарлату керек десеңіздер 3 қоясыздар. Осы смайликпен де кері байланысқа шығамыз. WhatsApp желісінде сіздер маған осы 3 смайликті жіберсеңіздер, егер сұрақ қоятын болсаңыздар, егер сұрағыңыз болса, мен сізге ары қарата түсінбеген жерлеріңізді түсіндіріп жіберуге көмектесемін. Үйге тапсырма. Қазақстанның шет елдермен экономикалық байланысы тақырыбын елдер бойынша ашып көрсетулеріңіз керек.